тағы мынандай нәрсе бар, сұрақтар бар. Мысалы, неге Аллах бізді жаратты да, егер ол біздің мысалы құлшылығымызға мұқтаж болмаса деген. Ана бір Құранда аят бар. «Уама халақтул джинна уал инса илля лиябудун». Мен жындар мен не дейді, адамдарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Біз айтамыз, Аллах тағала ештеңеге мұқтаж емес дейміз. Енді мына аятты қарасаңыз, өзіме құлшылық ету үшін жараттым дейді. Осы жерде сұрақ туындайды. Неге Аллах бізді жаратты, егер ол біздің құлшылығымызға мұқтаж болмаса? Аллах мұқтаж емес қой ештеңеге. Егер Аллах тағала ештеңеге мұқтаж болмаса, демек біздің жасап жатқан құлшылығымыз бекер ма деген сұрақтар. Философиялық осындай сұрақтар бар, көптеген адамдардың ақылына осылай ой салатын қисынсыз сұрақтар бар негізі. Бұл сұрақтарды мен қисынды деп айтар едім. Бұл сұрақтың өзі қате негізі қарасаңыз. Аллахты қандай да бір нәрсеге, құлшылық амалға мұқтаж етуге болмайды. Бұл адамның деңгейінде қойылатын сұрақ. Себебі адам өмірде әр деңгейге мұқтажсыз өмір сүре алмайды. Ол мысалы жүріп тұру үшін денсаулыққа мұқтаж. Денсаулықты сақтау үшін адам не істейді? Тамақтануға мұқтаж. Сол сияқты спортпен айналысуға мұқтаж ол денсаулықты бір деңгейде ұстап тұру. Ал сол тамағын алу үшін адам неге мұқтаж? Ақша табуға мұқтаж. Ал ол ақша табу үшін не істеу керек? Жұмыс істеуге мұқтаж. Және осындай сияқты тағы осындай нәрселер бар. Ол адам өмірден өткенше осындай мұқтаждық таусылмайды. Ал Аллахты осындай адамның деңгейде мұқтаждықпен түсіну ол үлкен қателік негізі. Неге Аллах тағала біздің құлшылығымызға мұқтаж ба деген секілді осындай. Біздің жаратылысымыз да жалпы бекер емес. Бұған да Құранда нақты жауаптар берген. Афахасибтум аннама халақнакум абатан ва аннакум илайна ла туржаун деген аят бар. Сендер ойлайсыңдар ма, сендерді біз бекерден бекер жараттық, және де сендер бізге қайтып оралмайсыңдар деп ойлайсыңдар ма дейді Аллах. Біз бұған дейін Қиямет сүресін тәпсірлеген кезде мына аятты оқығанбыз. Аяхсабул инсану айютрака суда. Адам баласы, адам баласы жай өз бетімен жіберіле салады деп ойлай ма дейді. Оның ешқандай бір сұрауы жоқ деп ойлай ма дейді. Өмірге әшейін келе салды деп ойлай ма дейді. Адамның бұл өмірге келуінің өздері бір мақсаттары бар ғой дейді. Алдына мысалы біз жаңа жоғарыда айттық қой, уама халақтул джинна уал инса илля лиябудун. Адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттық деп айтады. Бұл аятты мәнін екі жолмен ашып түсінуге болады. Құлшылық ету жалпы құлшылық ету адам. Жаратушыны танып, оның берген нығметтеріне шүкіршілік етіп, өзіңді тәкаппар санамай, менсінбей, сенен де ұлы жаратушы бар екенін мойындап, бір ғана құлшылыққа лайықты Аллах барын білу үшін, бұл бірінші мағынасы. Екінші, өзіңді өмірде тәрбиелеу үшін. Құлшылықтың астарында адамды жүйелікке, тазалыққа, ұқыптылыққа үйрету ережелері бар. Жалпы біз құлшылық дегенде дұрыс түсінуіміз керек. Құлшылық деген тек қана намаз оқып, Құран ашып оқи беру емес. Бұл құлшылыққа бүкіл Құдайдың іс жаса деген амалдардың бәрі кіреді. Жалпы құлшылық жамандықтан адамды тосудың негізгі фактор болу керек та адам үшін. Ал жақсылығы мен жамандығы қатар келетін жалпы бұл өмірде осындай адамды тосатын әрекеттер болуы өте маңызды. Құлшылық әрдайым адамды жамандықтан тежеп отыру керек. Мысалы, намаз деп қарайықшы, мысалы, құлшылық ретінде жарайды бір мысал ретінде намаз алатын болсақ, инна салата танха анил фахша уал мункар деген аят бар. Расында намаз сондай арсыздық, жамандық әрекеттерден тосады, адамды тыяды дейді. Шынымен де сіз намаз оқысаңыз, сол намазыңыз сізге беретін пайдасы сізді осындай арсыз, жаман, өрескел, осындай теріс әрекеттерге бармауыңызға тосқауыл болу керек. Ол сіздің өміріңізге жайлылық береді. Сіз жамандық жасамайсыз, сіз сондай жақсы адам болып қалыптасасыз деген сияқты. Осындай Құдайдың бізге берген әрбір бұйрықтары адамды осындай жақсы өмір сүру үшін себеп болу керек, негіз болу керек.